Сен судьбаны шешетін сұрақ қояйын ба? Давай. Кейін үйленгенде тойдың үстінде тортты бірінші кімге бересің? Өзім жеймін. Нет, серьезно, первый кусочек. Әйеліме қасында. Сен оқығансың ба, менше? Сен? Я думала, сен маған бересің. Мен сені тойға шақырмаймын. Болды, достар, мен бүгіннен бастап мен братишкам жоқ. Нет, вообще классно. Он саған кім айтты? Или ты сам так подумал? А неге мамаға бермейсің? Неге? Ну, потому что это твоя мать. Мать моя женщина. Қош бәріне беретін болсам оны бірінші. Әйеліме берем. Потом қонақтарға болады. Маған всегда нучон көмектесетін. И нучонға осы хабарластым. Көп болды айтып жүргеніме. Он қол босамай жүрма. Сонымен ана-мана дегенше уже ұзап кетті уақытшы. Сол себептен бүгін хабарласып, хотя бы маған адресін жібер, өзім барайын деп. Сонымен нучон айтып, осы жерді тауып берді. Сонымен келіп өзім жасатып жатырмын. Рахмет көп. Всегда айтып сол жасап беретін. Осы сол өзім келдім. Бір осындай да бір өзімде бар ғой, еркек сезініп кетемін ше. Ой. Бір осындай кезде болады, андай бір мен осындай бір шаруалар жасап бере қоятын, бір жанында адам болмағаны андай по-любому нетіп қаласың ше, жанында біреу болғанда сол істейтін еді деп ше, потому что алдында мен машинамды дұрыс емес жерге парковать етіппін да, сөйтіп мен номерін шешіп алып кетіп. Орындайын тұрда келсем, анандай пуфик тұр екен мына жерде, ойлаңыздаршы. Соған келіп отырып алдым. Мұнда жарыс басталды. Міне. А я сижу, наблюдаю. Погода шикарная. Басталды. Мен оны білмеймін, қайтып істеу керек, қайқа бару керек. И сөйтіп хорошо, что әйтеуір мен жанымда Али болды, Али көмектесті. Сол қайқа бару керек, қайтып алу керек деген сияқты. Вот сондай кездерде әттеге-ай деп қаласың ше. Только бір сондай кезде ғана болса, атап өзіңмен өзің жүргенге не жетсін деп қоямын. Құдай өзі қуат берсін өзіме. Алла өзі қуат берсін. Осының барлығын жасай алатындай, шүкір әйтеуір жан-жағымда достарым аман болсын, осындай кезде көмектесетін деп қоямын. Бұйыртса енді балам өссін, бір жылдан кейін 18-ге толады, әйтеуір сол жасайды осындай нәрселерді. Бұйыртса өссін, сәл қалды. Мен де спокойно отырып, балам баранын істеп кеш деп айтатын жасқа жетеміз.